Қазақмыста Ақтоғай мен Бозшакөлден басқа келешегі зор тағы да бір жоба ашылды. Алматы облысындағы Көксай кенішінің сатып алу жөнінде келісімшарт жасалды. Болашақта мәміле үкімет пен реттеуші органдардың келісімінен өтуі тиіс. Мәміленің жалпы құны $260 миллион, оның 65 миллионы кейінірек транш ретінде бөлінеді. Мәміле жөніндегі қос транштың соңғысын кеніштегі қор расталғаннан кейін 2015 жылы шілде айының аяғына қарай бөлу жоспарланған. Көксай мыс кеніші Алматы қаласынан 230 шақырым жерде, жан-жақты дамыған инфрақұрылымға жақын маңда орналасқан. Мамандардың бағамдауынша кеніште 3,5 миллион тонна мыс қоры бар. Кендегі мыстың үлесі орташа алғанда 0,48%. Сонымен қатар оның құрамындағы алтын, күміс пен молибден де бар. Қазіргі таңда жоба бастапқы техникалық экономикалық негіздеу сатысында тұр. Болжам бойынша кеніштің ғұмыры 20 жылдан асуы тиіс және жылына 80 мың тоннаға жуық катодты мыс, 60 мың унция алтын, 400 мың унция күміс пен 1 мың тонна концентратты молибден береді. Көксай кеніші игеріліп іске қосылғаннан кейін аймақта жаңа жұмыс орындары ашылады.